Короче, даже соперник секунд, да? Жамбасов аяқ. Иә, ұқсас әдіскер қадірлер екеуіне балуан еркін күреспен айналысқан Жақал Қазанұлы. Жамбасов аяқ. Тағдырып Жамбасов аяқ. Айта кетейік бала күнде. Иә, жартылай жеңіс, осылайша жартылай жеңістің екі қосындысы айқын басымдылықты береді. Сондықтан да айқын басымдылықпен қызыл береді балуан. Арманға болеть етіп жүрміз. Сейчас бірінші арманмен разберешь, потом второй арман следующий. Сен кім боласың сен біле? Чемпион мира чисто греко-римский бand. Бұл енді чемпион мира. Бұл былай істейтін азы. Что там Арик? Разный кісен жүрмін ба деді. Сен де болсын қалдақ боласың ба? Сен спорт партиясың ба? Қандай прем күтеміз? Қандай прем күтеміз? Жүрт нете берейді арман. Арман кішке бұрға жансың да. Поясын заберу, брат. Корпусакымызда болды. Любой, брат. Мына жақтан. Проход ноги, проход корпус. Не деген жігіттер жүрмін. Екеу шығара салу керек онда. Хотя бы соперник болды. Брат, это самый дорогой, брат. У них денег не хватит, брат. Тебе хватило. Сенге не поможет долларына. Алекет, енді кішкене жақсы дұрыстап. Өзіне бар ма? Жоқ, бүгін ана. Біз сомневаться етпейміз. Біз тарих. Арман, автоматпен шықпасаң ничего не поможет. Сейчас форма бұл. Ефсиден келеді. Бұяқтан миллиондар ғой. Ефсид бұл. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Қалай болдың? Осылай кім? Тогда былай. Аян? Осылай енді бадан. Жатып ал, көзі берген жатып ал, көзі Арман біз сияқты вольный. Бұл жігіден бұл өтеді ғой. Жатып алып көзік болады ғой. Көріз өрмейді. Уақыт жоқ. Батаның ақша ғой қазір. Ақша, әңгіме ақша бата орындалып жеңсек береміз ғой. Бата беріп алып. Маркетинг десе асыл маркетинг.
На самом деле, ол момент первое касание ғой. Иә, түсіндірді ол. Так что это самое байқау керек. Уақытты бөлім деген команда актер, иә? Қазан Арманның фотосы. Саған айтпаймын Арман? Екеуіне бош жеп. Арманмен бөліп Арман біліп. Арман exchange. Айтсайшы тағы білдік. Фотоға болса. Вот, дұрыс фотоға десең. Айтсайшы. Айта бер, смело. Фотоға. Волконовскийдан қай жеріміз кем? Ішіп атқан неңізді қазір айтып жіберсеңіз болады. Не болса? Шай ғой. Шай ғой. Просто әкелемін ыстық шай. Допинг емес бірақ. Допинг тең келеді. Газик чемпион! У-у-у! Красавчик, родной! На опыте шапанын да кетіп бересіңші. Тұрған отырған жерде. Сендегі бір-екі сұрақ болса, рұқсат па? Ал соңғы неге дейін күтіп жүрдіңіз ба, жоқ әлде физикалық тұрғыдан қарсыласыңыз мықты болды ма? Әдетте шығасап бір көп әдіс жасамады бұл жолы. Контр прием күтіп жүрдіңіз. Бір-екі рет істедім ше, қарсылас қатып қалғанда. И анау күшім жетпеді конкретно айтқанда. Сол байқалды. Жетпеді былай. Физикалық тұрғыда мүлде күшім жетпеді. Әдіс жасауға қолдар бар ғой, керек. қолдар. Қатып қалды ғой, қолдарым істемей қалды. Саусақтарыма дейін жұмыс істемей қалды да. Сосын амал жоқ жанда. Сәл жүре тұруға тура келді да. Бір анау белдесуге жеткізсе, белдесуді ойлағаным бар еді. Сол заготовка бар еді, белдесуге, именно белдесуге дайындалдым, заготовка бар еді да. Мен оны істейін деп тұрғанда ол мені көтерді ғой. Сосын амал жоқ, зацепілі көтера келді, ұшатынды біліп тұрмын. Әпсе ойлағанымды істейін деп тұрғам негізі бірінші бұл. Бірден. Пакет жасау жегенде өдім. Жаңа жобам пакет подарок деген әкеңіз. Әдіс үйретіп жатыр қазір. Ешкім көрсетпей қой, бірақ. Палуан енді күреске өзінің өнерін сынап жатыр, құрметті ағайын. Тоқта, әдіс сапасыз. Қос палуанға бір қошемет көрсетіп демеу отырыңдар ағайын. Міне аудиторияға жаңа қазақ елшісі Мансур Орынхан жетті. Қошеметтеріңіз ағайын. Памперстің рекламасы. Давай, ашай. Болсын. Масарна жаңа заготовка болды ғой, қоллармен бірге жасалатын. Дәл спринтер қайталасың. Мансар.
Şıdatmadın mı? İyi de böyle. Ravza getirmegen. Kep qarsa, bir qarasida keyin bir tush degan men o. Turgan ekan bak turgan. Barakazda ballarınız. Yakem, özüm Ceviz opan. Topa. Hadis neticesiz. Kızıl Belediye Oğlan'a Şarkay Cengiz Upayı. Sonmen, Kazakere, Respublika Güneşen Ödülleri varsa, Ultuk Küresimiz, Kazak Küresi, Kölünün Jasası'nda Postmulim Oğlan'a başını deyişe. Topla, vakit, Osmanlıca, 5 minut vaktin içinde. Şarkay Cengiz. Sal әдемі кетті, енді бір-екі сұрақ қоймын. Осы өнер барысындағы ең тартысты белдесулердің бірі болды. Енді сіздер өнер адам болғаннан кішкене эмоцияларыңызды берік ұстайтын адамсыздар ғой енді расында. Бірақ дегенмен осы бозгілерде эмоцияларыңызды көріп, қалай ол? Шыдай алмай кеттіңіздер ме әлде? Ержік басында бәрі болады ғой, тем более бозген болғаннан кейін ол жерде енді бақшауыма енді әуелі енді мүмкін мен тарапымнан бір ақаулар мысалы бір кінәраттар болса енді өзім досым бауырым ғой енді кешірім сұраймын. Ол жерде енді бозгілемдегі адамның состояниесін бозгілемге шыққан адам ғана біледі да. Түсінеді дейсіз. Иә, түсінеді. Сондықтан любой нәрсе кешірім деп ойлаймын. Жалпы бұндай қарқын енді Қобыланды білеміз, қазақ күресінің хабары бар жігіттердің бірі ғой. Бұндай қарқын күттіңіз бе жағалда өзіңіздің ойлаған тактикаңызды іске асыра алдым деп ойлайсыз? Енді осы уақытқа дейінгі жарыстарда мен енді өнер барысында осы 3 рет қатысуым ғой. Бірінші қатысуымда екінші орын алдым, екінші қатысуымда әрине енді мен үшін сәтсіз күн болды. Өзім кінәм деп ойлаймын. Ол жерде ең бірінші жаңып кеттім. Екінші кімнен шыққан едіңіз? Бірінші рет Еркебұлан Даяқовқа жол бердіңіз, екінші рет кімнен шықтыңыз? Екінші рет кімге? Сырымбетке жол бердім. Сырымбетке. Өз әдісіме өзім түсіп қалдым. Жалпы енді Сырымбетте жеңіске жетті, сіз де жеңіске жетсе енді реваншты күтуіміз мүмкін келесі? Әрине, 16 желтоқсан Шымкент қаласында болады. Сырымбетке шыққым келеді. Сырымбеттен, Иә, Сырымбетке шыққым келеді. Арман, настрой қалай? Жалпы қуатқа дайындаған бір әдістер бар шығар. Көресіздер бәрін. Шүкір дайындық жақсы. Ана ешқандай қобалжу жоқ сияқты ғой, а? Жоқ, бәрі. Спортсмен деген ондай. Нормально. Ана жерде свет жоқ, көрінбейді. Вот, как всегда, өз добрый жүреді. Рядом, родной. Кім бірінші шығады? Мен бірінші шығамын ғой да? Gördüğünüzler Kızıldere'deki palvan Kuat Hami. Hemen koşuda көрсетіп отырыңыздар. Осы жерде қазағымыздың көк туын көкте желбіретіп, әнұранын ойнатып, абыройын асқақ шебері Айдос Ербосынов ойнап отыр. Бір қошемет көрсетіп отырсаңыздар ағайын. Қазір әдіс сапасы ат ер тұрағы ойлаған жерге жеткізер. Жақсы бала әке шырағы көргенді құмар еткізер. Жақсы әйел үй тұрағы
Daqqa zahmetler böyle Jambasbay geldi. Kızıl bereni. So'nggi minut. Jambasbay Adis Kelesga geldi. Mana Rahmet Cigel. Передний жестко казалось, ағасы да ағасы. Бес секунд тұрады. Екеуің. Жамбасқа десеңізді, уақыт қырамай дегенсің, 10 секунд тұрады. Уже отырады. Жоқ, 10 секунд тұрады. Пет шықпасам болды. минут әлі тез Сөз до конца. Уақыт өтсін. Қызық емес барады да шығарсың. Ал сондай уақыт зу ете алады. Уақыт тез жүреді. Арман 4-ші белбеуін тартып отыр мына жерде. Қуат енді мынандай қарын күттіңіз бе Арманнан? Шыны керек енді жарты жеңіске өсіп кеткен кезде. Арман оңай деп ойлағам. Бір тренировка істеген дұрыс болды. Кішкене чувствовали. Өте қиын. 25 секунд қалған кезде қандай сезім болдыңыз енді? Ұтылып жатсыз, халық енді спортшының өнер адамына ұтылып қалғанын былай көтере алмайтын еді негізі. Ұтылуға болмайды. жоқ, енді бұл жерде Арман ұтса да бір қуаныш болатын еді да. Арман ұтса да бір қуаныш болатын еді. Жақсы күресіп жатыр. Просто мен андай выходтан кейін уже ұтылған болмайтын еді. Жоқ, выход қана. А егер просто былай күрескен кезде ұтса ештеңе етпейді ғой. Выходқа солай тұр. Ұтсам не сәтсе жеңілге болады. Оған кейін до конца жол жасау керек болды да. А так біраз қиналдым, жаттығулар мощный дайындап. Жалпы келесі өнер барысында енді күресесіз бе? Қалай ұнады ма сізге? Ұнады, өте ұнады. Енді келесі өнер несі, енді бір жақсы предложение болды, жақсы бір соперник болып жатса, әрине қызық па. Біз жастарға қарап кішкене спортшы болғысы келеді, балалардың көптеген қазір ауылдың балалары демалыста үйде отыр ғой. Бәрі осы қазақ күресін көргеннен кейін, мына шоуды көргеннен кейін кішкене спортқа қызығушылықтар оянып, кішкене спортқа барады деген мақсат қой. Сол сезім тудыру ғой жастарға. Все, рахмет. Қазақ күресінен 3 дүркін өнер барысы. Ислам мекемелерді Найза FC және Октагонда өнер көрсетіп жүрген спортшы. Октагон және Найза демекші. Қазақ халқында UFC төрінде қазақтың намысы бар. Асеке бір экстра. Жалпы осылай тез жеңіске жетем деп ойлаймыз енді. ММА жауынгері оның алдында қуатын белдесін көрдіңіз. Кішкене белдесем деп ойлағам. Бірақ захватынан қорқып кеттім да. Өйткені ол сол қолдан ұстап дейді. Захват қол қатты екен. Момент болса жасау керек деп рисковать ете салдым да. Негізі бұл приемды отрабатывать етпеген мен крючокқа дайындап, сосын обратно дайындап жүргем. Бірақ андай болып қалды енді. Солай орай кетіп қалды, бірақ негізі ойладым бір 3-4 минуттай болады. Немесе белдесуге дейін барамыз. Өйткені ол жігіттің өзі айтқан белдесуге дейін баратын болсақ, Қазықханға қиын болады деген. Өйткені кешедегі мен қырғыз күресі мен қазақ күресі екеуі ұқсасса, оларда белбеу пайсалойда. Мен бар нем ол белге өткізеді, белге өткізбеуге тырыстым да. Қорықтым белге өткізуге. Белге өткізсем ойладым, мен қыламын деп. Енді жалпы енді қырғыз бауырымыз сәл жеңілсін қабылдаймаған сияқты енді ММА-дан жекпе-жекке шақырып. Мен ММА-дан жекпе-жек шақырды, бірақ мен оған айтқам, егер де қызық болатын болса ММА-дан емес, қырғыз күресінен шақыр, мен Қырғызстанға күресемін. Өте керемет. Солай жасағанбыз. Сонда екі елдің біз ұлттық спортын дәріптейтін